Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арнаған жолдауында ел экономикасына шетелдік инвесторларды тартуға ерекше көңіл бөліп келеді. Бүгінгі күні Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды тарту және шетелдік инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғау аса маңызды. Қазақ Инвест ұлттық компаниясы да елімізге инвестициялар тарту саласындағы индустриялық инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруда. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтары бойынша бірыңғай үйлестіруші орталық ретінде жұмыс істейді. Компанияның аймақтық өкілдігі жергілікті атқарушы органдар мен шетелдік инвесторлардың жұмысын ұйымдастырып, жүйелендірумен айналысады. Бұдан бөлек өз жобасын жүзеге асыруға ниет білдірген компанияларға қолдау көрсетіп, салаға қатысты туындаған мәселелерді шешуге көмек береді. Региональные представители АО «Казах Инвест» уже провели ряд встреч с руководителем предприятий иностранных инвесторов. Қазақ Инвест ұлттық компаниясының аймақтық өкілдері Қытай, Иран, Жапония, Индия, Ресей, Ұлыбритания, Германия елдерінен келген шетелдік инвестор компанияларының басшыларымен бірқатар кездесу өткізді. Қазіргі уақытта Жамбыл облысының аумағында орналасқан компания инвесторларымен туындаған мәселелерді шешіп, жобасын жүзеге асырамын деген азаматтарға қолдау мен жан-жақты кеңестер берілуде. Ұлттық компанияның аймақтық өкілдігі бір терезе қағидасы бойынша инвестициялық жобаларды идеядан бастап іске асыруға дейінгі толық қызмет жоғырын қолдауды қамтамасыз етеді.